Намаздың сөздерін жаттау қиын. Әріптерін дұрыс айта алмаймын ба деп қорқам. Алғашқы уақытта қағазға қарауға, үлкен әріптерді плакатқа жазып, қабырғаға іліп қойып оқуға болады. Намаз сөздері жазылған кітапты мешіт алдындағы дүкендерден 100-200 теңгеге алуға болады. Керек десеңіз, құлаққа киіп оқуға мүмкіндік беретін электронды жайнамаздарды қол жетімді бағада сатып ала аласыз. Немесе намазхан танысыңызға ұйып оқып үйреніңіз. Сондай-ақ мешіттегі жамағат намазына қатысып үйреніп кетуге болады. Себебі мешіт пен жамағаттан шайтан барынша алыс болады. Намазды бастайын десем, жұмыста оқуға мүмкіндік жоқ. Жұмыс орным таза емес. Шариғат бұйырған бұл амалды орындау өте жеңіл. Адамды жаратқан Алла құлының жай-күйін, хал-ахуалын оның өзінен артық жақсы біледі. Соған сәйкес құлшылықтарды да жеңілдетіп, ақылға сыйымды ретпен оңайластырған. Мысалы, дәрет алуға мүмкіндік жоқ кезде ауру, сапар, күннің суықтығы, тағда басқа жағдайларда тәйәммүм алуға рұқсат етіледі. Яғни топырақпен немесе шаңмен білегіңізді, бетіңізді сипайсыз. Намазды тұрып оқи алмаған адамға отырып оқу, орнынан қозғала алмайтын адам үшін жатып оқу рұқсат етілген. Намаз ұлы амал, сондықтан тазалықты талап ететіні хақ. Дей тұрғанмен жердің не киімнің кір, шаң топырақ болуы намазға кедергі болмайды. Киім мен орында нәжіс болмауы керек. Әрі Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, тек қабір мен монша, дәретханадан басқа барлық жерде құлшылық жасауға рұқсат берген. Намаз оқуға ерінемін. Әсіресе таң намазына тұру қиын. Ең бастысы ынта және оқимын деген шынайы ниет болу керек. Керісінше адам бойындағы еріншектік пен жалқаулықты жеңетін бірден бір амал намаз. Таң намазына уақытылы тұру үшін күнделікті жататын уақыттан аздап ертерек ұйықтау қажет. Жатар алдында тамаққа тойып алмаған жөн. Дәретпен жатқаныңыз абзал, жан саулығына пайдалы. Төсекке жатарда Аллаға дұға жасаңыз. Сабаққа немесе жұмысқа оятып жүрген оятарды пайдаланыңыз. Тіптен болмаса, намаз оқитын жолдасыңызға оят деп өтінсеңіз, қуана-қуана көмекке келер еді. Намаз оқу уақытымды алатын секілді. Намаз уақытты еш ысырап етпейді. Керісінше намаз күнделікті қым-қуыт тіршілік, алыс-беріс, барыс-келіс, оқу, жұмыс секілді мазасыздықтан адамды азат етеді. Сөйтіп жанын тыныштыққа кенелтіп, жүрегіне сабыр тапқызады. Бүткіл дене мүшелерін демалдырып, қан айналымын қалыпқа түсіреді. Әрі әрбір күніңіз 5 уақытқа бөлінгендіктен, керісінше уақытыңызды үнемді пайдаланасыз. Белгілі бір жағдаймен намаз оқымай қалған адамдар бұрын намазсыз қалай өмір сүрген